Хизбут-Тахрир ұйымының негізгі идеологиясы әлемдегі барша мұсылмандардың басын біріктіретін шариғатпен ғана басқарылатын бір халифат құру. Осы мақсатта түрлі экстремистік идеясын жүзеге асыруға ұмтылады. Ұйым Қазақстан аумағына 1998 жылдары еніп, қарапайым халықты билікке, конституциялық жүйеге қарсы үгіттеп, өздерінің идеологиясын насихаттайтын парақшалар мен бейне жазбаларын белсенді таратумен айналысты. Ұлттық құндылықтарды, ұлтаралық, дінаралық, конфессияаралық татулықты, одан сүйгіштік ұғымдарды түбегейлі жоққа шығаратын террористік ұйымның барлық әрекеті мемлекеттің тұтастығына қайшы. Саяси мақсат пен мүддеге құрылған Хизбут-Тахрир партиясының көздегені конституциялық және заңды нормаларды мойындамай, қоғамды бөлшектеп, мемлекеттің билік жүйесін құлату. Көптеген мұсылман елдерінің шырқын бұзу, әрине, және дінді саясаттың құралына айналдыру. Олардың негізгі істеп жатқан ісі сол себепті көптеген ғалымдар бұл ұйымға түбегейлі қарсы, және көптеген елдерде бұл ұйымға кәдімгі заң мен тыйым салынған. Мемлекет дер кезінде бұл ұйымның елдегі экстремистік әрекеттерінің алдын алды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жедел топтары Алматы, Астана, Қарағанды, Павлодар, Екібастұз, Тараз, Қызылорда, Байқоңыр, Арал, Кентау және Сарыағаш қалаларына арнайы операциялар жасап, Хизбут-Тахрирдің қаншама көшбасшылары мен белсенді мүшелерін құрықтады. Сондай-ақ астыртын баспаханаларын жапты. Қазақстан бейбітшілік пен татулықты көздеген көп дінді және көп ұлтты мемлекет. Бірлігіміз әр алуандылығымызда. Осы әр алуандылығымыз арқылы бірлігімізді бұзғысы келетіндерге ел болып қана төтеп бере аламыз.